Баршаға сәлем, қонақ күтуге дайындық. Ең алдымен тауықтың еттерін маринадтап 1 сағатқа қойып қоям. Духовкаға салып, қызартып пісіріп алдым. Балықты да жуып, тазалап, кесіп, тұздап қойып қойдым. Фарш шығарып қойдым. Самсаның қамырын елеп қойдым. Сосын 4 суала қылып осылай дайындап алдым. Және де нанға, бауырсаққа қамыр ашытып қойдым. Сосын тәттіге творожный пирог жасадым. Тағы қасына 1-2 вид сатып аламыз. 20 минуттың ішінде бірден дайын болды. Және де қаттама нанның қамырын осылай 2 суала шығарып дайындап қойдым. Духовкаға дайындап пісіріп алдым. Сосын бауырсақты да осылай тындырып қойып қойдым 15 минутқа. Қызартып қуырып алдым. Самсаларымды да осылай тездетіп бүгіп духовкаға салып пісіріп алдым. Қаттама бауырсақ пісірдім осындай. Өте дәмді шығады. Самсадан қалған фаршты кішкене нан қосып, котлет етіп қуырып алдым. Одан кейін еттерімді дайындап, жуып, қуыруға салдым. Тұз бұрышын салып, жуа перецін салып, содан кейін картошка кәдіні салып, бұқтырып қойып қойдым. Барлығы дайын, кухнядағы тірлігім бітті. Енді дастарханымды дайындаймын. Оны келесі видеода көрсетемін.